Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін таңғы асқа өте дәмді панкейктер пісіреміз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен жұмыртқаның үстіне шым-шым тұз, қантымызды салып араластырамыз. Үстіне жылы сүт құямыз. Електің ішіндегі ұнға қамыр қопсытқыш салып, ұнымызды аз-аз бөліктерге бөле отырып саламыз. Жақсылап араластырамыз, ешқандай түйіршік болмауы тиіс. Сұйық майды құямыз. Бізде осындай бір келкі қамыр болады. Орташа отта қызып тұрған құрғақ табамызға аз-аз бөліктерден дөңгелек етіп жағамыз. Екінші жағында жақсылап пісіріп аламыз. Қалауларыңыз бойынша шоколад қоссаңыздар да болады. Мен жартысына шоколад қосып пісірдім. Ортасына шоколад қоспай пісірсеңіздер де өте дәмді болады. Екінші жағын аударып пісіріп аламыз. Бұл панкейктерді әсіресе кішкентай балалар өте жақсы көреді. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Міне біздің соңғы қамырымыз. Осылай жасадым. Барлығын пісіріп болдық. Панкейктеріміз болды, өте дәмді, керемет, жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Сондай дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыз, лайк қойып маған тіркелуді ұмытпаңыз.